Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге арнада мен Балнұр. Достар, бүгін сіздермен бірге мен Тока-Бока взломның 1.75 келген обновлениясын обзор көрсететін боламын. Және де достар, мен вообще оны өзімде көрген жоқпын, жаңа ғана көшірдім. Және де қалай көшіру керектігін керек болса, онда комментарийға жазып кетіңіздер, мен қалай көшіру керектігін көрсететін боламын. Достар, мен бұны өзімде көрген жоқпын, жаңа ғана көшірдім. Сіздермен бірге көргім келіп тұр, сол үшін мен сразу сіздерге көрсеткім келіп жасадым, короче. Достар, міне бізде барлық мирлар осылай ашылып тастады. Енді мен сіздерге барлық жерге новый обновленияға обзор көрсететін боламын. Достар, міне көріп тұрғандарыңыздай 3 этажный новыйдан мектеп ашылыпты, достар. Осы мирда новыйдан мектеп ашылды. Достар, давайте бүткіліне обзор көрсетіп көрейін. Қараңыздар, 3 этажды үй, еще енді оған кіріп көрейік. Бірінші этажында не бар екен? Бірінші этаж прям кайф. Бұл енді мектеп па точно? Мектеп екен, дұрыс. Короче, осындай бірінші жағында, білмеймін, бұл кажется, бұл не? Осындай сурет салатын жер. Кстати, достар, менің ойымша бұл сабақ оқитын емес, мысалы оқушылар сарайы деген сияқты көп өнерлерді көрсететін жер сияқты. Бұл мектеп, үйрететін мектеп. Қараңыздар, достар, бұл, короче, осындай сурет салатын осындай жер, короче, короче, бұл бумага ма сондай екен. И сосын надайлары бар екен, кисточкалар прям кайф. Одан кейін осындайлары бар, музыка ойнайды радиомен. Осындай даже адамның новый очкиге келіпті, достар. Менің ойымша бұл обновление прям кайф. Мен, достар, осы обновленияға қатты қуанып тұрмын. Келесі, достар, бізде осындай жер. Бұл енді мынандай сейфтар. Осындай сейфтар. Наяқта, короче, әр оқушылардың өзінің сейфтары, білесіздер. И наяқта су құясың, осындай суғы бар. Ал наяққа бірдеңке жабыстырады, отырады, сондай жар. Короче, бұл просто так отыратын сондай жерлер, осындай А+ дейді. Короче, достар, ол жақта осындайлар бар, қара кәмпит шығыпты де. Осындай лифт. Бұл лифт, достар, қаз лифтте мен сіздерге екінші этажын көрсететін боламын. Тоже тағы да сейфтер. Прям, достар, бұл жаққа новыйдан заттар да келіпті. Мысалы, мен ойымша, мен блокнотты, тетрадты вообще көрген жоқпын бұрынғы Тока-Бокалардан. И, достар, прям кайф болып шығыпты. Одан кейін аяқта, обычный сабақ өтетін жерде ойлаймын, или лаборатория ма. И сосын, достар, аяқта 2 адам бірге отыруға болатын парта шығыпты. Короче, сосын аяқта осындай ластик бар, тақта обычный, осындай обычный тақтамен бірге прям күшті обновление келіпті бізде. Қазір бәрін қойып сайын. И сосын не? Білмеймін. Короче, достар, бірінші этаж маған ұнады. Аяқта осындай жер бар екен, осындай өрт сөндіруге арналған. Достар, бұл ненің белгісі? Достар, короче, онда мынандай шет жақтарында да осындай заттар қоюға болады екен. Менің ойымша бұл обновление жаман емес. Давайте екінші этажды көрейік. Достар, менің ойымша екінші этажда маған даже ойда келіп тұрған жоқ, достар. Мен бірақта өзіме ұнайды. Короче, бұл жақта тоже осындай сейфтер бар. Осындай скейтборд бар екен. Осындай, наяқта пустой. Прям арты күшті ғой. Күшті ғой. Келесі, бізде туалет, достар. Әжетхана деп берейін. Наяқта қол жуатын жер. И сосын наяқта, это что такое? Короче, осындай. Достар, осындай сумочка келіпті еще. Одан кейін, достар, осындай су құятын жер. Одан кейін, бұл не? Бұл баскетбол, или футбол, или волейбол, или гандбол. Не бірдеңке? Жоқ, достар, қайдағы нені айтып кеттім мен. Осындай, короче, осындай бірдеңке аспаптардан ойнайтын жер екен бұл. Осы жаққа отырып, аспаптардан өнер көрсетеді. И аяқта көрермендер отырады. Менің ойымша солай деп ойлап отырмын. Ал мына жақта енді, достар, аяқта енді команданың киімдері осындай қолға ұстап
андай поддержка беретін заттары, одан кейін тағы да осындай киімдер сатады екен, деп ғой, тұрады екен. Одан кейін яқта баскетболдың доптары, жаңа көргендеріңіздей футболдың доптары. Достар, яқта еще осындай түрлі обойлар қойса болады. Міне достар, прям маған ұнады. Тағы қандай обойлар бар екен? Осындай музыкальный обой, потом осындай өрмекші, сосын осындай, жаңағы баскетбол ойнауға, сосын тағы қандай бар? Футбол ойнауға жоқ па сонда? Жарайды достар. Короче, достар, бұл екінші этаж тоже самое нормальное. Не декеттім. Екінші этажында, короче, осындай футбол, баскетбол, волейбол ойнайтын жерлер екен. Волейбол деппін ғой. Үшінші этаж енді бізде. Үшінші этажда не бар екенін өзімде білмеймін, достар. Достар, міне бізде үшінші этажға келіп те қалдық. Достар, міне біздің қызымыз да күтіп тұр. Наяқтан бастап көрейік. Достар, бұл үй ма сонда? Наяқ үй ма? Прям маған аптыр удобно. И на компьютерде мындай стикерлер жабыстырылған, потом осындай D- дейді. Короче, осындай прям күшті. И бөлме или бастықтың комнатасы ма, не знаю, достар. Өздеріңіз шешіп алыңыздар. Одан кейін аяқта осындай просто так бастықтың жері или вахта ма, сондай. Мынау лифт көргендеріңіздей. Мынау болса уборщицаның заттары. Самая обычная жер ғой. Сосын мынау қандай? Бұл не? Білмеймін, достар. Бұл не екенін өзімде біліп тұрған жоқпын. Мынау дейді. Короче, осындай бірдеңке әйтеуір. Одан кейін бұл асхана деп ойлаймын. Бұл столовый. Наяқта екі бай қыз өзінше бұл осындай бірдеңке жеп отырғысы келіп тұр екен. Достар, мен үшінші этажға да обзор жасап тастадым. Дұрыс жасадым ба, да өзімде білмеймін. Даже мен тез сөйлеп кеттім ба, өзімде білмей қалдым ғой. Достар, короче, мен бұл мектепке өзім обзор жасадым. Енді, достар, қандай новыйдан заттар келіпті, соны көрейік. Менің ойымша, достар, мен осы обновленияға байланысты идеялар келіп жатыр маған. Мен сол үшін, может быть, сериалдар шығарамын. Если мен сериалдар шығарғанды қаласаңыздар, онда комментарийға жазып кетіңіздер. Сол үшін, достар, короче, наяқта новый үй келіп ма, көрейік. Новый үй келмеген сияқты. Короче, достар, новый үй келмепті. Соңғы последний раз шыққан үй осы үй. Бұл тоже этажный үй. Біреуі бірінші, екеуі екіншісі. Бір, екі, үш. Бірақ үшіншісі, үшінші этажы ол жасырындырады, ол шатыры. Білетін жарыстар. Енді, достар, новыйдан хотя бы заттар келді ма, көрейікші. Достар, енді білмеймін даже. Мынау төсек жататын жерде вообще ешқандай төсекте келмеген ғой. Вообще старый ойнам бәрі. Достар, енді новый төсек келмеген өздеріңізде көріп тұрсыздар. Енді шкафшы. Вау, достар, шкафтар келіпті. Мынан қараңыздар, розветісті осындай бірдеңке. Қай жетады, білмеймін, ұмытып қалдым ғой. Сосын осындай бірдеңке. Достар, өзім бірдеңке деп сөйлей берейін енді. Одан кейін осындай бірдеңке. Розветісті, қалғандары старый екен, достар. Старый қалғандарын бәрі. Ойбай, мынаны қараңыздар ше, мынау не болып қалғанын. Мынау не енді? Орташы. Қазір қайтадан мынаны істеп көрейін. Достар, не осындай болып қалды енді. Қараңыздар, осындай клем, жасыл түсті, типа тастармен или гүлдермен, білмеймін өтер. Сосын осындай розовый түсті клем екен. Мынау не помню, но бар ойында жоқ беді, или новыйдан келді ма? Білмеймін, ұмытып қалдым. Но енді қалғандары старый екен көрініп тұр, достар. Бәрі старый. И достар, көріп тұрғандарыңыздай, бізде осындай 3 тал ма, 2 тал. Короче, достар, новый емес қойын. 2 тал осындай новый клем келді, 3 тал шкаф келді. Ал енді тағы да көрейік. Ой, достар, қараңыздар, қатып атыр. Бұл қатып. Достар, енді бізде клем, шкаф, төсектен ештеңе келген жоқ. Енді сөрелерден көрейік. Вау, достар, қараңыздар, шандай сөреден осындай прям күшті, идеальный, осындай прям күшті, осындай шкафтар келіпті. Одан кейін, вау, осындай расылы да келіпті.
Бұндай мен үй жасау деген арман ғой, прям арман. Одан кейін осындай светша ғой деймін, вроде бы светша, жоқ светша деппін ғой, қайдағы светша. Үстіне бірдеңке қоятын ғой, короче, кішкентай ғана. Сосын осындай кішкентай түрі бар екен. Енді қалғандары старый. Сосын келесі достар, бізде короче осындай сөреден 1, 2, 3, 4, 5 талай заттар келіпті. Ал енді достар картинкаларды көрейікші. Картинкалардан не? Вау, достар, картинкалардан тоже осындай күшті осындай келіпті, и осындай жасылы келіпті. Ну, типа достар магазинден қоятындар. И сосын мынау айна ма? Или картинка ма просто? Білмеймін достар, айна сияқты мен ойымша. Одан кейін достар осындай келіпті. Одан кейін осындай келіпті. Одан кейін достар, бұл суретке түсірген кезінде осының ішіне сақ қойса, ну типа суреттің жақтаулары болады ғой, сондай ғой, сондай іліп қоюға арналған. Короче, осындайлар. Одан кейін осындай мынадай 4 тал фото келіпті. Мысалы қараңыздар, осының ішіне сақ қойса болады дегендей. Осының ішіне сақ қойса болады. Осылай бір-бірінің ішіне салып қойса болады достар. И одан кейін осындай бұлар старый достар. Енді достар келесі бізде тойынан достар. Короче, достарынан бәрін удалить етіп тастайын мен. Әйтпесе тыл кетті сіздерге көрсетемін деп. Енді достар біз мынандай қалайша айтады. Осындайларды көреміз, короче. Одан кейін осындай, одан кейін осындай. Бұл, короче, төсектің жанына қоятын осындай. Ал мына болса, білмеймін әйтеуір бірдеңке. Мына тоже сондай бірдеңке. Мына сыйлық жасайтын ғой достар. Сыйлық жасайтын достар бұл. Сыйлық жасайтын үстіне бірдеңке любой зат кішкентай заттар қойсаң болды, сыйлыққа айналып кете қалады. Одан кейін осындай бір достар үш нөмірде де қозғалады, қараңыздар. Бұның үстіне бірдеңкелер қозғап қойып жүрсең болады. Сосын осындай. Прям достар, бұл прям керемет, прям офигенный объявление ма қойып. Короче, осындай күшті обновление келіпті. Одан кейін достар, біз короче жатын бөлменің бүткіл обновленияларының қандай заттар келді, қандай суреттер келді, картинкалар келді, соның бәрін көрсеттім. Енді келесі бізде ванна достар. Достар, өкінішке орай ваннадан новый келмепті. Көріп тұрсыздар, туалет, осындай бірдеңке. Мынау достар, это что? Енді мынау жарайды. Басқаларына көндік. Мынау не енді? Орындық, сосын мынау жарайды, нормально енді. Короче, достар, отырып алып бет қолын жуатын ғой. Мынау екі немен бірге. Достар, мынау еще осындай жақтарға да тұра берсе болады екен. Күшті, нормально. Одан кейін осындай. Короче, басқа кимепті, осы екеуінен басқа. Қалғандар старый. Одан кейін мынандай айна. Айнадан тоже біз ештеңке келмепті. Достар, бірақ та бұнау айна новыйдан келді деп санай берсе болады, потому что бұл тоже айна ғой. Келесі бізде осындай. Вау, достар, вообще косметикалар күшті келген ғой. Сосын барып, прям күшті қараңыздар. Қазір бүткілін көрсетейінші, шығарып тұрып тегі бір. Одан кейін достар, ужас қой. Мынандай косметиканы өміргілеріңізде көрдіңіздер ме? Достар, қараңыздар, мен мына бәрін шығарып көрсетпей қойын. Айта салайын, мына спонжиктар келген, туштар, орамалдар, не, это что такое? Мынандай духи келген, прям қорабымен келген достар. И одан кейін бірдеңке тарақ, одан кейін тени, кисточкалардың түрлері, тарақтың басқа түсі, сосын хайлайтерлер келген, лактар келген, түрлі кремдер келген, потом осындай маска келіпті, даже көзіне қоятынымен бірге. Одан кейін осындай кремдер, прям күшті достар. Бұл не сонда? Достар, мен бұлардың бәрін, крем екен достар, мен бұлардың барлығын достар өзімде көрген жоқпын, и бар прям күшті. Сосын достар, бұндай мен тоже жеке видео түсіретін боламын. Прям маған ұнады. Бұл обновление. Достар, бізде косметикалардан осындай өте көп, прям саналмайтын күшті заттар келіпті. Келесі бізде осындай орыстағы заттар. Вау, достар, қараңыздар, 2 кір машина бірден келді бізде. Қараңыздар, прям күшті. Ал мынау бізде сыпыртқы, и сыпыртқының мусорын жинап алатын осындай бір бәле. Сосын қалақ дегенде қалақ дейді.
иә. Одан кейін осындай бір бәле, короче, күн машинаға киім саласың, сосын соны жууға арналған бірдеңке, типа фери сияқты. Мынау мусорка ешкімге керек емес. Одан кейін осындай не мынау? Мынау не? Білмеймін достар, мынау не екен? Достар, бұл осындай не? Шаң сорғыш па? Или не мынау? Короче, осындай достар, шаңбай бірдеңке, или шарик шығара ма сондай. Ал мынау болса жерде өстіп, типа жаман көрсететін осындай бірдеңке әйтеуір. Короче, осындай. Достар, бізде ванна бітті. Енді ваннадан кейін бізде кухня. Достар, кухнядан холодильник бізде осы ғана кетті. Или осы да келді ма? Достар, осы да холодильник новый ғой, иә? Осы и осы холодильник новыйдан келіпті. Қалғандар, достар, бізде старый холодильниктер. Достар, короче, осындай. Только астыға ғана қойылатын холодильник екен. Достар, мені бізде кухнядан холодильниктен екеу келіпті. Осындай үлкен, қазір ішін көрейік. Достар, прям үлкен. Бірақ та морозильник жоқ екен. Енді достар, бізде кухонный гарнитур. Осындай келіпті. Осындай ақпен келе береді кешке шейін. Вообще надоел. Одан кейін осындай шашлық пісіратын бірдеңке. Одан кейін осындай шашлық пісіратын бірдеңке. Потом, короче, шашлық пісірамаймын вообще. Короче, шашлық пісіратын осындай. Одан кейін қалғандар достар бізде старый екен. Кухня гарнитурдан бізде тоже екеу ғана келіпті. Қасықтардан бізде тоже вообще старыйлар ғой деймін, ұмытып қалдым мен даже. Достар, мен тоқабуканы көп ойнамай кеттім. Өйткені мен сіздерге видеода салмай кеттім. Вообще мен тоқабуканы ұлдат етіп сағам. Одан кейін қайтадан көшірдім. Короче, достар, осындай коктейль келіпті. Одан кейін осындай келіпті. Ондай торт сондайларды жасауға арналған ас мәзірі келіпті. Қалғандар бізде достар старый. Келесі бізде тамақтар. Вау, достар, тамақтардан бізде осы ғана келді ғой деймін, иә? Или осы компот, осындай стакандағы компот. Қалғандары бізде андай не старый. Келесі бізде осындай столдар. Вау, достар, мынау прям современный столдар деп ойлаймын. Мынау розовый түсті келе бер, что-то бұл не ғой деймін. Розовый түстіге арналған күштілер. Розовый түстіге арналған наборлар келіп атыр бүткілінен. Короче, осындай күшті екі қатарлы стол и осындай кішкентай ғана стол и осындай үлкенірек әдемі стол келіпті. Сосын достар, мынандай боянауға арналған тағы да стол. Сондай тағы да стол бар екен. Мен вообще көрмеппін оларды. Сосын мынау бізде старый тоже. Короче, осындай боянуға арналған стол, одан кейін осындай стол. И наяқта вообще жаңа көрсеткем, и бұларды өшіруді ұмытып кетіппін, достар. Енді бізде стул, орындықтардан бізде осы и осы ғана келіпті, достар. Осы екеуі ғана келіпті. Бұл нормально, бұл тоже күшті орындықтарға жатады. Достар, бізде кухня аяқталды. Енді осындай, вау, достар, қараңыздар, прям күшті массаған, ой. Короче, достар, ужас, прям күшті заттар келген ғой. Мынау вообще кайф, бұл типа холодильниктердің үстіне отырма, сондай. Достар, қараңыздар, осындай қалды өзімен өзі. Ой, достар, мен көзді қуат. Енді достар, мен осындай нені көрсеттім. Бізде дивандардан осы 2 диван келіпті, 3 диван келіпті. Мына тоже келіпті, осы 4 келіпті. Маған осы розовый қатты ұнап тұр, маған прям осы адмірдіме ұнады деп мүмкін пісіртайтын. Короче, осындай қорап келіпті. Бұл қораптардан қорап, одан кейін осындай 3 түрлі пакет, одан кейін осындай 2 тал корзинка, типа магазиндерге барғанда алуға арналған. Сосын свечалардан бізде осындай 3 свеча бірдей келіпті. Одан кейін тағы да бір свеча көк түсті. Одан кейін осындай тамдарға жабысып тұратын свечалар келіпті. Одан кейін ваннаға қоятын свеча, сосын осындай свеча и қалғандары старый, достар. Короче, достар, осындай бізде обновление. Одан кейін осындай көрейік. Достар, бұдан ештеңе келмепті. Бұның бәрі старый. Одан кейін бізде келесі осындай
ойыншықтардан бізде осындай, бұл тоже картинка салып қоятын, но просто так жерде тұратын ғой. Ал мынау болса далада тұратын достар, мынаның ішінде бірдеңке бар ғой деймін. Мынаның ішінде крабик отырады ғой, краб. Достарының ортасындағы жаңағы банада киген бар ғой, сол ғой тура. Короче, осындай бірдеңке келіпті. Одан кейін осындай магазиндерде өйстіп сатып қоюға арналған. Одан кейін бау достар, осындай аппақ кашоля келіпті. Одан кейін осындай тас келіпті, тас, обычный тас келіпті. Одан кейін осындай тас келіпті. Одан кейін, короче, достар, осындай бір бәле келді. Ой, мына достар, старый ма или новый ма? Ұмытып қалдым. Старый достар, бұл старый екен. Одан кейін көрдік жаңа гүлдерден бізде. Вау, достар, қараңыздар, шына осындай прям фиолетовый жапырақтармен бірге келген ғой. Мынау төбесіне іліп қойған жапырақ прям. Келесі бізде осындай гүл. Бұл гүлдің свечасы бар екен, достар. Қараңыздар, свеча плюс гүл. Прям гүл деп бұл. Короче, осындай күшті свечалар келіпті. Ой, гүлдер. Ал мына қалғандары старый. Достар, мен конечно осындай өте көреді. Енді келесі бізде осындай радиолар. Радиолардан бізде ештеңе келмеген. Жоқ, мынау келіпті. Сосын осындай бір бәле. Одан кейін, достар, мынау не ғой? Принтермен бірге келген ғой, достар. Достар, мынау принтермен келген. Мынау қандай не көрсетеді, соны шығарады ғой, короче. Прям офигенно. Күшті прям. Маған ұнады. Одан кейін осындай кассада істеді ғой, өлшеуге сондай. Бұл достар, бізде гостиницаның распаковкасы, обзор аяқталды. Бізде енді обойлардан бізде жерге қоятын обойдан дым келмеген. Ойбайна, не оқып достар. Жерге қоятын обойдан дым келмеген. Наяқтан тоже дым келмеген. Ал одан кейін жерден бізде ешқандай көмек бермейді. Достар, на радионы бекер қойдым. Короче, достар, бізде осындай обновление екен. Одан кейін, достар, бізде адамдарды көрейік. Не болып кетті? Достар, бізде новый адамдар келген. Бірақ та мен олар просто көрсете саламын. Андай, осындай екен деп көрсетпей қояйын. Просто так көрсете саламын. Достар, енді мен осындай қыз келіпті. Осы қызды бұрын көрген жоқпын. Осындай крашыл келіпті. Осындай ол келіпті. Короче, достар, осындай прям күшті. Адамдар да обновлениясы да прям новый үйде, то есть мектепте прям күшті келген. Өте көп рахмет. Мен енді алдағы уақыттарда сериалдар ойластыратын боламын. Және де оны менің видеоларымды қалдырмай көріп кетулеріңізді сұраймын. Және де достар, осындай 175 тока-бока взломды көшіре алмай жүрген қыздарға, ұлдарға айтармын. Комментарияға жазып кетіңіздер, мен қалай көшіру керектігін сіздерге көрсететін боламын. Алайда достар, одан кейін енді кейбіреулер көшіріп алған ғой 175-ті, сосын біз өзіміз білеміз деп жазбай қойыңдар, бәрібір мен білмейтіндерге айтып жатырмын. Сосын осы видеоның осы соңына дейін көргендеріңізге өте көп рахмет. Потом сіздерге келесі видеоларда сериалдар ойластыратын боламын. Маған өте көп жазып кетті, соларды мен орындайтын боламын, достар. Жарайды, достар, барлықтарыңызға сау болыңыздар. Жақсы сәттілік тілеймін басқа тиктокерлерге де.